Сәлем достар, бүгін сіздерге пломбир тортының жасалу жолын көрсетемін. Бұл крем арнайы пломбир тортының крем болып табылады. Бұл кремнің дәмі пломбир балмұздағының дәміне қатты ұқсайды. Өте дәмді, керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші біз сүтімізді осылай астын басып қайнағанша қойып қоямыз. Қайнатпаймыз сүтімізді. Одан кейін жұмыртқамызды алып, қанттың үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін мен кукурузный крахмалымызды салатын боламыз. Сіздер картофельный крахмалмен ауыстырсаңыздар болады. Барлығын араластырып болғаннан кейін жаңағы енді ысып тұрған сүтімізді массамызға құйып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін дәл осы массаны сүтімізге құятын боламыз. Сүтті қайнатпаймыз, қайнағанша қыздырамыз тек. Одан кейін отымыздың астын басып, тоқтамастан өстіп араластыратын боламыз. Үздіксіз араластырып тұрамыз. Араластырмасаңыздар сіздерде түйіршік пайда болуы мүмкін. Міне бізде 3 минуттан кейін менде осындай қоюлық пайда бола бастады. Осылай араластырып тұрамыз. Мінекей біздің креміміз дайын болды. Енді астындағы отымызды өшіріп тастаймыз. Бізде осындай қоюлықта болу керек. Енді үстіне біз сары майымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Араластырып, майымызды ертіп алатын боламыз. Егер сіздер түйіршік пайда болатын болса, ситадан өткізіп алсаңыздар болады. Біздің креміміз дайын. Енді біз осы ыдысымыздан басқа ыдысқа ауыстырып алатын боламыз. Яғни бөлме температурасында суытамыз. Бөлме температурасында суытып алғаннан кейін холодильникке салатын боламыз. Құйып алғаннан кейін біз пищевой пленкамен бетін міндетті түрде жауып қойыңыздар. Осылай жауып суытамыз. Холодильникке салып қоятын боламыз. Енді біз сливкемізді дайындайтын боламыз. 400 грамм сливкемізді құйып, миксерімізбен құюланғанша араластырамыз. Бізде міне осындай қоюлық пайда болды. Енді жаңа дайын тұрған заварной кремімізді сливкеміздің үстіне құятын боламыз. Міндетті түрде заварной кремді суытқандарыңыз жөн. Суытпасаңыздар, жылы болса, сіздер сливкелеріңізді ірітіп жіберетін болады. Одан кейін тағы да миксермен жақсылап барлығын араластырып аламыз. Мінекей біздің креміміз дайын, өте керемет дәмді болып шығады. Бұл крем медовый, Наполеон, молочная девочка, пломбир торттарына өте қатты келеді. Өте керемет болып шығады бұл крем. Жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер.